Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мастер. Бүгінгі видеода біздер дейтін топ арнасынан топ 5 қорқынышты видео TikTok видеосын көретін боламыз. Яғни TikToктағы 5 қорқынышты видеоны қарайтын боламыз. Достар, сол үшін арна тіркеліп лайк басып отыра беріңіздер. Өткен видеода сіздерге айтқан болатым, қандай видео түсірейін дедім. Қорқынышты видео деді, сол баланың өтінішін орындайын. Сондықтан қазір қорқынышты видео қарайтын боламыз. Сол үшін арна тіркеліп лайк басып отыра беріңіздер. Достар, давайте смело 30 подписчикке жетіп тастайық. Сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Сондықтан арнаға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Міне достар, біз видеомызға да оралдық. Достар, видеомыз ары қарай тамашалап көре беріңіздер. Давайте, достар, тіркеліп отырыңыздар каналға. Каналымызда қанша 58% адам жазылмай көреді екен. Сондықтан давайте тіркеліп қолдап кетіңіздер. Ендігі видео бұдан да қызық болады. Бұл мысалға мынандай болады мен каналымда. Ендігі видео Майнкрафттан шығады, сосын барып реакция, сосын барып Майнкрафт сөйтіп кете береді достар. Бірінші ойын сөйтіп барып реакция сөйтіп түсіре беремін. Бұл каналда тек қана Майнкрафттан видео шықпайды енді. Реакция аралас кейін Free Fire'де шығады, әртүрлі. Давайте, достар, тіркеліп көре беріңіздер, ал біз бастаймыз. Сәлем достар. Қазіргі заманда TikTok жайлы білмейтін адам аз шығар. TikTok адамдар өзінің билегенін, қуанған сәтін, және де басқа заттарын түсіріп, TikTokқа видеосын салып отырады. Қазір көріп отқандай сіздерде TikTok болатын шығар. Ал бірақ TikTokта да қорқынышты сәттер пайда. Қазір мен сіздерге сол TikToктағы 10 қорқынышты нәрселерді көрсететін боламын. Яғни видеоларды. Тірі біз бастаймыз. Мұны видео көріп отқандарыңыздай, бұл қыз жай ғана билеп жатыр деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Достар, қараңыз, ана артында бір шаш ұзын, бір қысқарғандай бір нәрсені байқайсыздар. Ана артында қазір осы видеоны қайталап көрем, тауып көріңіздер. Міне достар, қараңыздар қазір. Бұл видео Йомиде атты қыз билеп жатқан артында не мақұлық, не адамға, тіпті жануарға да ұқсамайтын мақұл есі көрінеді. Давайте, достар, қызық болып отыр. Бірақ мен ойлаймын, қорқынышты отыр, өйткені мен бір өзім отырмын үйде. Бір өзім онда қорқасың. Ал бұл апа өз TikTok'ына билеп түсіріп жатқан кезінде артынан бір қап-қара түсті адам, не адам деп айтуға да болмайды. Тез жылдам өтіп кетеді. Ол не екені белгісіз, тіпті ешкімге ұқсамайды. Өте жылдам, әрі апаның арты өтіп кейін ол жоқ болып кетеді. Бұл не деп ойлайсыздар? Комментарий жазып кетіңіздер. Әкесі баласына қараймын деп жатқан кезінде оның жанында бір бас көрінеді. Әкесі оны елеске баулап жатқан кезінде ол қатты қорқып кетеді. Ал былай ойлаған кезде адамдар оны көргеннен кейін оны жай ғана орамалдың жиырылып кеткені деп ойлады, немесе бұл ойыншық болды әбден мүмкін. Қараңыздар, ана біреудің басы ма? Мына видеода екі адам мәйітте жүрген кезде бір нәрсені байқап қалады. Олар мына тесте бірдеңе дауыс шыққандай бір нәрсе байқайды. Оны былай жақындап көргеннен кейін нәрсе пайда болады. Берін көргім. Достар, мынаны камера жаққан кезде қараңыздар не болады. Ане, тура адам өлгеннің қолына ұқсайды. Шіріген қол, қан, қорқынышты, әрі денеңе үрей билейді.
ма достар. Бұл монтаж болуы мүмкін, бірақ монтаж ұқсамайтын сияқты. Бұл жерінде көрген мен. Немене дегенше соңғы топ 5 қорқынышты Қазір естідік. анау Ал нелес бұл жоғарыдан адам қазір бірдеңке тиктокқа қарап үйде тұрмысың жалғыз ғой. отырған кезде телефонына видео салмақшы болады. Ол өзінің билеп жатқан түсірген кезінде баспалдақ жақта бір құбыжыққа ұқсас не құбыж не елеске белгісіз қарайды артқа қарай сызда жүгіреді. Сол адам бұны көргеннен кейін тиктогын тастап кетеді. Ал бұл мақұлық не екен қазірге дейін белгісіз. Достар, бірақ қорықпай қойыңыздар. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталыпты. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет сіздерге. Дайте достар, осы видеоға бір 20 лайк жинап тастайық, сіздердің қолдарыңыздан бәрі де келеді. Және де бір қанша 30 подписчикке жетіп тастайықшы достар. 30 подписчикке жетсек, бұдан да қызықты видеолар шығады. Оригиналда осының өзін көргілеріңіз келсе, описанияға қоятын боламын. Ал ендігі видеоға жолыққанша аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мастер давайте.